Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қазіргі таңда хит болып жатқан маклюбе тағамын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, әдемі, ерекше тағам. Ол үшін бізге ет, картоп, жуа, сәбіз, перец және болса баклажаныңызды қоссаңыз да болады. Алдымен етімізді осылай ірілетіп турап аламыз. Одан кейін қызып тұрған қазанымызға әдеттегідей пісіріп алатын боламыз. Алдымен суы шыққанша дейін араластырып, газдың астын қаттыға қойып, араластырып отырып қуырамыз. Суы азайған кезде, етіміздің суы тартылған кезде кішкене астын басып, орташа отта етімізді қуыратын боламыз. Мінекей суы таусылды, енді үстінен тұздап, менде тұздалмаған ет болғандықтан тұздап, және де кішкене суды құйып, оны толықтай пісуіне алып қоямыз. Газдың астын басып, 1,5 сағаттай пісіріп алдым. Оған дейін картопымызды үлкендеу етіп, осылай видеодағыдай етіп домалақтап кесеміз, және де сәбізімізді де дәл солай кесіп дайындап аламыз. Ал бұрышты, перецті ірілетіп, 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Үйіңізде қандай көкөністер бар, барлығын қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Барлығын бірінші кесіп дайындап аламыз. Екінші сковородкамызға күрішімізді толықтай ағарғанша етіп суымыз жуып алып, майға осылай қуырып аламыз. Мен гарнир жасағанда әдетте дәл осылай күрішті пісіретін боламын. Майға қуырған кезде шашыратып әдемі рассыпчатый болып шығады. Үстінен тұзымызды шамасына қарай салып, араластырып отыра қуырамыз да бөлек ыдысқа салып алып қоямыз. Табамызға қайтадан жаңа сұйық майымызды құйып, картопымызды, сәбізімізді, бұрыштарымызды барлығын қуырып алатын боламыз. Бұл жерде маңызды емес, барлығын пісіру, тек екі жағын аунатып қуырып алатын боламыз. Бұл тағам отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Ең қарапайым және де түсінікті жолымен бөлістім деп ойлаймын. Өте оңай жасалады. Және де тойымды тағам болып табылады. Ауызашарға жасасаңыздар да болады. Мінекей барлығын осылай қуырып дайындап аламыз. Ал оған дейін достар, менің рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Етімізді пісті, оны да бөлек ыдысқа салып алып, кішкене майын алып тастаймыз. Табамызға кішкене ғана май қалдырамыз, және де дәл осылай бірінші жуамызды, одан кейін қуырылған сәбізімізді, барлығын рет-ретімен видеодағыдай етіп салып шығамыз. Арасына тұз себуді де ұмытып кетпеңіздер. Татымына қарай тұзын сеуіп отырамыз. Және де қуырып алған күрішімізді де үстіне салып, тығыздап, одан кейін кішкене специя сеуіп, немесе куркума қоссаңыздар да болады, кішкене сарғайып пісуі үшін. Татымына қарай тұзымызды салып, үстіне кішкене асырып, суын құйып, қайнағаннан кейін газдың астын басып пісіріп аламыз. Мінекей біздің маклюбе тағамымыз дайын болды. Осы жерде сақ болыңыздар алатын кезінде. Үстіне укробымызды, петрушкамызды сеуіп, және де жан-жағына жасаған, өзіңіздің қалауыңызша жасаған салаттарыңызбен ұсынсаңыздар болады. Негізі бұл жерде міндетті түрде айран құюымыз қажет. Бірақ біздің отбасыға айран қосылған жері ұнамайды. Сол себепті мен айран қоспай, оның орнына корейский салатымды да салып ұсындым. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, назарларыңызға рахмет.